берген рекламаға анализ жасауды үйренеміз, иә. Яғни сіздер реклама қостыңыздар, ары қарай анализ жасап, қанша адамға көрсетті рекламамызды, қанша адам перепискаға өтті, қанша адам WhatsApp-қа жазды, соны көре аламыз. Мысалы, өздеріңіздің ADS менеджерлеріңізге кіресіздер, мына жерде сізге көрсетейін. Мына жерде менде жүрген реклама, бұл екісі күні шыққан, примерно 3-4 күндей жүрді. Қазір сөніп тұр. Осылай жазып қойсаңыздар болады. Екісі сол кезде біле аласыздар. Қай күні шыққанын мына жерден біз таңдай аламыз. Месяцті таңдай аламыз. Қай күні шығардық. Міне мен таңдап қойдым. Екісінен 9-на дейін деп. Менде так бұл реклама 5-не дейін ба? Солай жүр. Обновить дегенді басамыз. Міне шықты. Одан кейін мына жерде мына точканы басасыздар. Результативность и клики дегенді басасыздар. Бізде осылай ашылады. Қараңыздар, енді бұл жерде сіздерге түсіндіріп өтейін. Бұл аналитика деп те аталады, яғни анализ жасау, жіберген рекламаға анализ жасау. Қараңыздар, результат деп тұрған бұл начало переписки деп тұр, яғни біздің WhatsApp-қа өтіп, бізге именно переписка жазған адамдар. Яғни бізге хат, переписка жазып, біздің сөйлескен адамдар. 42 адам переписка жазып өткен, одан кейін, охват 3128, просмотр 4747, осы жерде сіздерге түсіндіріп өтейін. Показ бен охваттың айырмашылығы. Показ деген ол біздің рекламамызды Фейсбуктың көрсетуі, яғни Facebook мына жерде 4747 адамға көрсеткен, ал охват деген біздің жіберген рекламамызға мән беріп, назар салып қараған адамдар, яғни 1 минуттан артық қараған адамдар. Мына жерде бізде 4747 адамға Facebook көрсетіп тұр, соның ішінен 3128 адам мән беріп, назар салып қараған біздің рекламамызға. Частота деген бұл рекламамыздың жиілігі, яғни бір адамға қайта-қайта көрінуі. 1/50 деген бұл жақсы результат. Цена за результат деген бұл астында да жазылып тұр. За начатную переписку деп, яғни бізге переписка жазған, именно переписка жазған адамдарға алған Фейсбуктың ақшасы, яғни әрбір адамға $0.87 алып тұр. Бұл деген өте жақсы результаттардың бірі. Бізде жаңа 42 адам жазса, сол 42 адам әрқайсынан $0.87 алып тұр. Міне, $0.87, негізі $1, одан кейін 0 болып түсе береді, 0.90, 80, 60, 70 дейін түседі. Ол деген өте жақсы результат. Ал кішкене қымбаттау болып жатса, $2, $3, $4 болып жатса, онда уже сізге келіп жатқан, әрбір переписка жазып жатқан адамдар қымбатырақ келіп жатыр деген сөз. 2-3 күннің ішінде егер сол переписканың несі түспей жатса, онда уже рекламаны тоқтатып, болмаса жаңағы креативтерімізді, баннерлерімізді өзгерту керек болады. Бюджет бізде күнделікті $10 қойылған, сумма затрат бізде $36-да $53 алған. Показды айттым, CPM деген осы түсіндіріп өтейін, бұл Фейсбуктың 1000 адамға көрсеткені үшін біздің жарнамамызды алатын долларының саны. Мына жерде бізде 1000 адамға көрсеткені үшін $7.80 алып тұр. Бұл енді қымбаттау шығып тұр сәл. Бізде реклама аз күн ғана жүрді. Бұл енді реклама көбірек жүрсе, бір апта жүрсе, CPM-нің бағасы түседі. CPM-нің бағасы негізі $1, $2, $3 болып тұрса, онда өте жақсы нәтиже деген сөз. Ал 7, 8, 9, $10 дейін барып жатса, онда қымбат алып тұр деген сөз. Оның бағасы 1-2 апта реклама толықтай жүріп тұрса, болмаса 1 ай жүріп тұрса, CPM-нің бағасы түседі. Цена по ссылке деген бұл бізде, яғни именно ссылканы басып өткен адамдардың саны. Мысалы, сіздің Инстаграмыңыз бар, Фейсбук бар, Инстаграмда рекламаңыз шығады, сол рекламаны көріп, Инстаграмыңызға көріп, Инстада бір ссылка болса, WhatsApp-қа ссылка, болмаса бір сайтқа ссылка болса, сол ссылканы басып өткен адамдардың саны 65. Одан кейін СРС. СРС деген цена за клики по ссылке. Мінекей.
мынандай ссылканы басып өткен адамдарға алған фейсбуктың ақшасы $0,56 алып тұр. Жақсы нәтиже. Одан кейін CTR деген бар. CTR деген бұл макеттің өтімділігі, яғни сіздің фото макеттің өтімділігі пайызбен жауап береді. Мысалы, қараңыздар, CTR егер 2,1% болса, өте керемет деген көрсеткіш, иә. Егер CTR-дың жаңағы заңдылығы бойынша 1% негізі норма, ал жаңағы 0,50% болып жатса, ол уже төмен деген сөз. Сіздің макетіңіз уже кішкене өтпей тұр деген сөз. Мына жерде біздің макетіміз жақсы өтіп тұр, яғни $1 асып тұр. CTR-дың бағасы, мысалы, доллардың бағасы көбірек болса, мына жерде ол деген жақсы результат деген сөз. Біздің фотомыздың, видеомыздың, жіберген креативтеріміздің өтімділігін осы CTR-дан қарап білеміз. Клики все деген ол жалпы сіздің рекламаңызға, WhatsApp-қа да, Instagram-ға да өткен адамдардың саны 215 адам. CTR деген бұл жалпы бұл толық рекламамыздың жаңағы WhatsApp-та бар, Instagram-да бар, макетте бар, оферде бар, барлығының өтімділігінің процентпен көрсетілетін түрі. Бұл 4,59 болып тұр. Бұл жерде біздің рекламамыз жақсы өтіп тұр деген сөз. Одан кейін СРС деген бар. бұл СРС все деген жаңа общий клик басып өткен адамдарға алынатын доллар саны. Бұлар сіздерге енді басында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе, реклама жібере келе сіздер бұл аналитикалардың барлығын кәдімгідей шемішкеше шағып жаттап алатын боласыздар. CPM дегенне, CTR дегенне біз көбіне мән беріп қарайтынымыз ол жаңағы перепискаға алынған адамдардың саны қанша доллар алып жатыр, одан кейін CTR макетіміздің өтімділігі қанша болып жатыр, одан кейін CPM яғни 1000 адамға көрсеткен үшін Facebook қанша алып жатыр. Соны көреміз осы жерден. Так. Енді мынаны көрсетейін сіздерге. Мына жақта выставление счетов деген жерге барып, біз картамызды қарай аламыз, яғни Facebook біздің картамыздан қанша доллар алып жатыр, қай күні қандай доллар алды, соның барлығын осы жерден көресіздер. Міне действия деген жерде рекламный аккаунт. 4 февраль күні, 3 февраль күні алған, 2 февраль күні алған. Көрдіңіздер ма? Тура осылай болып тұру керек. Сіздерде карталарыңызда мына жерде бір қызыл болып қалып, мына жерде бір қызыл болып қалмау керек, өйткені ол деген сіздің рекламный аккаунтыңыз бар ғой, сол рекламный аккаунттың несін түсіреді, охватын түсіреді. Сол себепті тура осылай жап-жасыл болып, барлығы осылай болып тұру керек. Оплачено деп тұр. Бізде задолженности болып тұр 7,53 деп. Егер де осындай бір задолженности қалып қойып тұрса, оны міндетті түрде төлеу керек, қыздар. Facebook болмаса, оны картадан да шешіп алады. Өйткені бұл Facebook сіздің рекламаңызды уже көрсетіп тұр. Facebook алып үлгермеді, сіз рекламаны тоқтатып тастадыңыз, я болмаса сіздің жаңағы картаңызда ақша бітіп қалды, осындай текущая задолженности қалып қояды. Facebook алып үлгермейді. Бірақ Facebook сіздің рекламаңызды көрсетті, мынанша адамның алдына көрсетті, и сізге адам жазып келді деген сияқты. Сол себепті бұл Facebook-тың несін төлеу керек. Қызметін төлеу керек. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер түсінбей жатсаңыздар, сабақты қайта көріңіздер. Мына жердегі метрикаларды, аналитикаларды қайта көрсеңіздер, жаттап аласыздар.